комбинезонның ауы ашық. Pinduoduo'дан алынған вазама 4 түйір қамысымды салып алып, қардың жауып тұрғанын пайдаланып, есік алдындағы балалар ойнайтын алаңға шығып сіздерге әдемі распаковка түсірдім. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Видеоны жалғастырып қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Алдарыңызда көрсетілген осы детский набор ішінде комбинезоны бар, безрукавкасы бар, жилеткасы бар. Осыдан мен 4 штук алдырған болатырмын, 4 түрлі расцветкасынан, бірақ біреуі ғана дұрыс келді, оны сатып жібердім 11 000 теңгеге, ал қалғандары қолымда қалды. Жалпы негізі мен барлығын мұқият қарап алғанның өзінде қалай шатасқанымды білмеймін. Қытайда балалар киімдерінің көбісінің ауы осылай ашық болады. Білмеймін неге ашық қылып тігетіндерін, жалпы бала оны қалай киеді деп мен ойлаймын да. Бұл наборды мен өзім қызығып алған болатын. Сыртында пакеті бар, ілгектерді плотно, іші қап-қалың, өзі түрі де сүп-сүйкімді, әп-әдемі, как положено этикеткасы бар. Жилеткасының жеңі қайырлады. Ал комбинезонына келгенде өзім ең бірінші распаковка жасап ашып көрген кезде шоке болдым. Қасымда жолдасым ол вообще маған күліп, сонымен бір қызық болды. Сөйтіп сайтты ашып қарасам, сөйтсем олардың көп киімдерінің, балалар киімдерінің ішінде осылай аулары ашық болады екен. Білмеймін, енді өздеріне солай ыңғайлы шығар. Енді бұл біздің қазақтарға келмейді. Енді қалған 3 наборы қолымда қалды. Бұлардың енді тек жилеткасы мен безрукавкасын сатып көрмесем, енді басқаша шанс жоқ. Жалпы сайттан алған бағасына келетін болсақ, мен 4 штук алғаннан кейін маған продавец скидка жасап берген болатын. Сол бағамен сіздерге айтайын. 1 штук набордың сайт бағасы 4023 теңге, 5 доставкаға 1170 теңге кетті. Барлық сомасы грубо айтқанда 5200 теңге. Жалпы негізі сайттан көп зат алсаң, соғұрлым доставкасы арзанға шығады. Қанша зат алсаңыз да әртүрлі магазиннен алғаннан кейін олар Қазақстанға әртүрлі уақытта келеді. Сол үшін бір магазиннен 3-4 зат алуға тырысыңыз. Себебі келген кезде доставкасының 4-еуіне, 3-еуіне бөліп тастағанда осындай ап-арзанға шығатын болады. Ал енді келесі распаковкалар бамбук, комбинезон, пижама, уги, штани, неше түрлі заттар алдым. Соның бәрін көрсетемін. Каналдан алыстамаңыздар, маған подписаться етіңіздер.